Assalamu alaikum, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода жылқы малын асып сою. Бұны жылқыны алдымен бауыздап, аяқтарын терілерін іреп кейін, сирақтарын кесіп тастағаннан кейін темір бар, ветушка деп аталады. Соған іліп, арқамен көтеріп тастап, жерден соған терісін алып, сол күйінде шекқарын түсіре беруге болады. Жазды күндері және адам аз кезде осылай сою ыңғайлы. Ештеңеге тіреп атпайсыз, осылайынан сойып бересіз. Және де жоғары көтеріп тастап, белдемеден бөлсеңіз, екіге ілініп тұра береді. Базарский вариант дейді ғой, сондай да осылай ыңғайлы сою. Каналға жазылып, видеоларға комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Соғым уақыты басталды ғой. Егер де осындай таза, адал бұзып сойып беруді қаласаңыздар, хабарласыңыздар. Бізде жабағылар, семіз, тай, құнандар бар. Сойып Қарағанды облысы бойынша жеткізу бар. Міне алдымен қамшысын алып тастап, шабын тіліп алып, қазысын тіліп жеріп, шекқарының түрін түсіру керек. Міне шекқарын түсіруге де оңай. Терінің үстіне дастархан салафан төсей саласыз да, сол жерге түсіріп, ары қарай шекқарын тартып алып кете салады. Асықпай сосын еттерді сойып бұза беруге болады. О, бауырым. Міне қамшысын алып тастадық. Семіз жабағылар бар. Жабағылардың еркек жабағы көріп тұрсаңыздар, сонда да желін майы жақсы. Мына жерден шабын тіліп, мына жерде безі бар, білесіздер, соны алып тастаймыз. Каналда әртүрлі сиыр болсын, қой, жылқы сойылған видеолар бар. Қарап шықсаңыздар болады, анықтап бәрібір қолын, артқы санды, белдемелерді қалайынан бұзғанымызды барлығы көрсетілген. Қазақша контентті қолдап отырыңыздар. Шапты тілген кезде тура сан етке жақындатып аласыздар. Міне жұмалағы алып тастағаннан кейін тілеміз қазының етегін. Міне
Qaz tamaşa siýakty. Mana ýeli gazy bir ýerde irki jabagy argaşy jabaglar bolsa barmak jakşy beret. Mana arnaýy temirdi salyp jogaryna tömen köterip oturasdyr. Şekerini sırıp alıga kiçken tömendetip koydu. Kasapçı bir adam, kağınlar ve körümenler kögetmen birge bagorda alamız. Bunu bagorda suga, salkın suga jууp alyp gerek kanyn. Sosun jylgynyň birek maýyn bildimedegi et bilen birge alınat. Sıyırlardyky syýakty bölek birek maýda alyp bolmaýdy. Mana endi bildimeden iki bölüp tasap, artkı bölügini bölek, aldyňky bölekke baryp stolun üstüne busup gerek. Çatkyzyp soýgandan görä öte ýaňgaýla. Belde awurmaýt iňkip turgandan.
өкпесін бөлек алып аламыз. Әр жерде әртүрлі сояды. Кейбір кісілер жазып жатады комментарийде болсын, ой салмайды, басқаша мына сою керек деген нәрсе. Әркім өз ыңғайына қарай сояды. Ең бастысы кісілерге тартылатын мүше дұрыс болса болды. Еттер ауысып кетпей мүшелердің, сүйектердің. Алдыңғы қолды алып аламыз. Алдыңғы қолды қалай толық мүшелейтінін көргілеріңіз келсе, каналдан басқа видеоларды қарап көріңіздер. Жылқыны толық мүшелеген видеолар бар. Бұл видео жылқыны қалай асып сою керек екенін көрсетілген. Видеоға ұнаса лайк басып пікір жазыңыздар. Алда видео күтіңіздер әлі. Талай малдар соямыз. Сіздердің де соғымдарыңыз шегін болсын. Осындай семіз мал соя беріңіздер. Мені қазын қабырған бастарын шығарып алғаннан кейін артқы еттерін ортаңғы белдемеде қалу керек. Тек қана қабырған бастарын ғана шығарып аламыз. Қабырған басында ет көп кетіп қалмау керек. Әр қазақ бай болсын, шүйгін болсын соғымдарыңыз.